Трамп Зеленскийді қуып шықты, немесе Украин делегациясының Зеленскийге деген реакциясы осындай болды. Бұл кешеден бері тарап жатқан негізгі жаңалықтар легі. Ал біз бұл кездесуде қайдан ши шыққанына үңіліп көрдік. Қос ел президентінің Ақ үйдегі кездесуі баспасөз алдындағы мәслихаттан басталды. Ал одан кейін Украинаның сирек кездесетін минералдарын игеру келісіміне қол қойылуы керек еді. Қаламдары да дайын тұрған. Бірақ журналистер алдында Трамп пен вице-президент Джей Ди Венс Зеленскиймен сөз таластырып қалды. Зеленский Ресей Украинаның шығысын Қырымды 2014 жылдан оккупациялағанын айтты. Ол Путинмен 2019 жылы келісімге келгенін, тіпті газ келісіміне қол қойылғанын айтты. Осы тұста Джей Ди Венс дипломатиялық қателіктер туралы айтқан. Украина басшысы одан келісімді сақтамаған елмен қандай дипломатия сақталуы керегін сұрады. Оған Джей Ди Венс соғысты тоқтатқысы келген Трампқа алғыс айтуы керегін, ал журналистер алдында мұндай сөз таластырудың, ұйымдастырудың қажеті жоқ екенін айтты. Сонымен Трампқа Зеленскийдің ұнамай қалған сөзі мынау: әрбір соғыста әркімде де проблема болады. Тіпті арада мұхит жатса да, сіздер мұны болашақта сезінесіздер. Сіздерде мұндай соғыс болғанын Құдай салмасын. Осы әңгімеден кейін Трамп сөз таласқа кірісіп, біз болашақта не сезінетінімізді айтпай-ақ қойыңыз деді. Зеленский бұл сұраққа жауап бергенім деп жауап қайырды. Алайда Трамп: біз мықтымыз, болашақта да мықты боламыз, ал сіз бізге әлдене айтатындай мықты позицияда емессіз деді. Тіпті үшінші дүниежүзілік соғысқа апарасыз деуге дейін барды. Зеленский осы тұста ұстанымын нық айтты: біз соғысты тоқтатқымыз келеді, бірақ кепілдік берілуге тиіс. Бірақ кепілдік туралы Трамптың айтқан жауабы сұйылып, Путин Обама мен Байденнің тұсында келісімді бұзған шығар, менің тұсымда бұзбады деді. Ал әңгіме былай аяқталды. Дональд Трамп Зеленскийдің бейбітшілікке әлі дайын емес екенін айтты, және дайын болғанда қайта келуге шақырды. Осылайша президенттердің Ақ үйдегі әңгімесі 50 минутқа ғана созылды. Сонда бұл жерде Зеленский алдағы уақыттарда да Ресей басқыншылық соғыс жалғастырмау үшін кепілдік сұрады. Ал Трамп алғыс айтуы керегін айтып, оның сөзін бөле берумен болды. Әзірше осындай жағдаяттарға куә болдық. Бұның бәрін Ақылтай лайф деп аталатын телеграм арнада жазып отырмыз, сілтеме профильде.